Квашеный капуста қанссыз тұзбен ғана дайындайтын боламын. Ол үшін 2 капуста немесе 1 үлкен капуста және 1 сәбіз қажет болады. Ең алдымен оны 4 бөлікке бөліп, орталарын дәл осылай алып тастаймын. Капусталарды ұсақтап тураймыз немесе теркадан өткізетін боламыз. Дәл осылай сәбізді де теркадан өткізіп, дайындап аламыз. Тұзға тек қана осындай морская соль пайдаланатын боламыз. Себебі басқа тұздармен шықпай қалуы мүмкін. Мен примерно 1,5 шай қасық қостым. Сіздер араластырып көріп, дәмін көріп, если жетпесе, тағы қосуға болады. Ұзақ тұздың бәрі ергенше жақсылап араластырамыз. Капуста су бөле бастаған кезде банкаға қатты тығыздап саламыз. Тығыздап салған кезде соңына қарай осылай су бөле бастау қажет. Егер сіздерде су бөлінбесе, 100 немесе 150 мл салқын су үстіне құйып жіберуге болады. Капустаның үстін толық су басып тұру үшін мен жартысына қызылша қостым. Оны да теркадан өткізіп, жақсылап араластырып, банкаға тығыздап саламын. Соңынан барлығын тығыздап басып, бетін қатты жауып, бөлме температурасына қойып қоятын боламыз. Бұл менде бірінші күн, каждый күн 3-4 сағат сайын осылай шпажкамен газын шығарып отырамыз. Және де газын шығарып болған соң қатты бетін қайтадан нығыздап басып қоямыз. Бірінші күні капуста суды көп бөледі. Сол себепті астына ыдыс қойып қойған жөн. Бөлінген судың бәрі астына ағады, қайтадан нығыздап басқан соң ол суды төкпейміз, капустаның үстіне құямыз. Бұл менде екінші күн, дәл осылай газын шығарып отырамыз. Және де тұру уақытын капустаның түнмен есептейміз, толық 2 түн тұруы қажет. Себебі маңызды процестердің бәрі көбіне түнде жүреді. Және де осылай қатты нығыздап қоямыз. Бұл менде екінші күні кешке суы тартыла бастаған және осындай көпіршіктер пайда болған. Бұндай жағдайда бірден холодильникке саламыз, себебі комнатада капуста бұзылып кетуі мүмкін, немесе жұмсарып кетуі мүмкін. Холодильникте 8-10 сағат ұстағаннан кейін жіберуге болады. Холодильникте 10 сағатта тұрғаннан кейін шетінен алып жіберуге болады. Құрамында қант болмағандықтан пробиотиктерге бай, пайдалы болып шығады.